Неліктен Византия 568 жылы түрік қағаны ештемеге елші жіберді? Княгиня Ольганың Константинопольге сапары Киев Русін қалай өзгертті? 6 ғасырда түрік қағанаты күшейіп, тарих сахнасында өз орнын ала бастады. Эфталиттерге қарсы Иранмен одақ құрды, соғды мемлекетін қосып алды. Орта Азияны жаулап алғаннан кейін қағанат Ұлы Жібек жолының басым бөлігіне бақылау орнатты. Енді түрік қағанатына Византиямен сауда байланыстарын орнату қажет еді. Түркілердің бұл ұмтылысына Иран кедергі келтірді. Осыған орай 568 жылы Иштеми қаған соғды көпесі Маниахтың басшылығымен Константинополь қаласына елшілік жібереді. Бұл мәліметті Феофанның жазба дерегінен көруге болады. Келіссөздер нәтижесінде Византия императоры 2 Юстиниан мен түркілер арасында Иранға қарсы бағытталған сауда және әскери келісімдер жасалады. Иранға қарсы әскери одақ құрылады. Келісімнен кейін Иран түркі қағанатына жыл сайын 40 000 алтын динар төлеп, саудасына кедергі жасамауға міндеттенеді. Киев Русінде христиан дінінің қабылдануы. Княгиня Ольга ежелгі орыс мемлекетін 945-960 жылдары басқарады. Русь мемлекетінде христиан дінін алғашқылардың бірі ретінде қабылдаған билеуші. Ольга 957 жылы Константинополь қаласында шоқынады. Княгиня Ольганың Константинополь қаласына келуін Византия императоры Константин Багрянародный рәсімдік туралы атты шығармасында жазып кеткен. Константинопольде Ольганы христиан шіркеулерінің биіктігі мен әдемілігі, ішкі сән салтанаты таң қалдырды. Ольга христиан дініне өтуге шешім қабылдайды. Княгиня Ольганы христиан дініне қабылдау рәсімін императордың өзі мен патриарх Феофилакт ұйымдастырады. Бұл сапар Киев Русіне Византия мәдениеті мен христиан дінінің таралуына ықпал етті. Киев Русі мен Византия арасындағы экономикалық және мәдени байланыс дамыды. Шығыс славяндар пұтқа табынған. Киев Русі 988 жылы князь Владимирдің тұсында христиан дінін қабылдады.